Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өзбектердің, татарлардың, башкирлердің ұлттық тағамдарының бірі катлама нанын жасайтын боламыз. Оған бізге тұз, сұйық май, жылы су және ұн қажет болады. Ең бірінші қамырын жасаймыз. Оған бізге жылы суды құйып, үстінен тұзымызды салып, одан кейін майымызды құйып, оның ақырындап салып, қамырын жұмсақ қылып илейміз. Қамырын осылай жақсылап илеп, оны екі бөлікке бөлеміз. Және де 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Оған бізге 3-4 дана пияз, көк пияз, тұз және қара бұрыш кетеді. Пиязды жұқалап тураймыз. Маған тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Туралған пиязымызға бұрышымызды, тұзымызды қосып, қолымызбен араластырамыз. Енді қамырына жағатын майымызды газға ерітіп аламыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып, еріген майымызды қамырға жағамыз. Енді қамырымызға пиязымызды салып, жайып шығамыз. Енді қамырымызды 10 сантиметр етіп, ұзынша қылып кесіп шығамыз. Лента сияқты болып шығады. Содан кейін орайтын боламыз. Осылай біреуін орап шығамыз. Одан кейін екіншісінің үстіне қоямыз да, тағы да орай береміз. Одан кейін бәрін бір-бірінің үстіне ораймыз. Мінекей осылай болып шықты. Енді асты жағын бекітіп, қайтадан қолымызбен басып, оқтауымызбен жайып, ұнымызды сеуіп, тағы да қолымызбен басамыз. Осылай нанымызды жұқартып аламыз.
Енді пергамент қағазының үстіне қойып, тағы да қолымызбен жұқартып аламыз. Жайылған қамырымызға жұмыртқаны жағамыз. Арасы жақсы пісу үшін вилкамен осылай тесіп аламыз. Енді духовкада 180 градуста 35-40 минуттай катлама нанын пісіреміз. Мінекей дайын болды. Бетіне май жағып, ыстық күйінде жей беруімізге болады. Қазір кесіп, ішін көреміз. Мінекей іші деген слоеный болып пісті. Ортасындағы пияздары да дәм беріп өте тәтті және дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.